Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Менің әлі уақытым бар, шабытым оянғанда жұмысты аяқтаймын. Менің қазір уақытым жоқ, бос уақыт болғанда спорт залға жазыламын. Күні-түні тренировка жасап, денемді қалпына келтіремін. Осы пачка темекіні шегіп бітіргенде, темекі шегуді тастаймын. Университетті бітірейінші, өзімді дамытып бастаймын. Кітаптар оқу, курстарға қатысу, семинарлар және тағы басқалары. Сендердің бәріне мүмкін осындай ойлар таныс шығар. Біз кімді алдап жүрміз? Өзімізді ме? Ал қалай біз ақталамыз? Өзімнің дайын екенімді сезінгенде жасаймын. Ой, мен қызығушылығым тез жоғалады. Мотивация жетпейді, сондықтан әрекет ете алмаймын. Бұл не екенін білесің бе? Бұның бәрі бос сылтаулар. Бұл жалқаулық. Біз әртүрлі мидың трюктеріне алданып қала береміз. Бәрі өзімізді кінәлі сезінбеу үшін. Жол болмау үшін мыңдаған ақталу тәсілдері бар. Бірақ шын себебі жоқ. Біз басымызда күндердің бір күні біз бір жетістікке жетеміз деп ойлаймыз. Және қашан екенін өзімізде білмейміз. Осылайша біздің өміріміз жалғаса береді. Күндер өтеді, апталар. Кенеттен біз ай, жыл немесе тіпті 2 жыл өткенін түсінеміз. Бірақ біз әлі еш нәрсе жасап үлгермедік. Бүгін Брайан Трейсидің «Ақталу жоқ, дисциплина күші» деген кітабы жайлы айтамын. Мотивация, шабыт және қолайлы жағдайлар болса керемет болар еді. Егер еш нәрсе бізге өз ісімізбен айналысуға кедергі болмаса жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай, жолда ешқашан жасыл түс мәңгі жанып тұрмайды. Өмірде ешқандай жетістік ыңғайлы жолмен келмейді. Жетістікке рахаттанып жетпейсің. Егер сіз мән беріп қарасаңыз, бізге пайдалы болатын істер әдетте ішпыстырарлық болып келеді. Егер әрқашан қызықсыз істерді болашақта шабыт оянғанша кейінге қалдыра берсек, біз ешқашан қойған мақсаттарға жете алмаймыз. Бұл өзін-өзі алдау тәсілі, және бұл істер әрқашан біздің басымызда болып, уақыт өткен сайын тек стресстің пайда болуына әсер етеді. Сондықтан егер біз бұнымен біраз уақыт өткен соң айналыссақ, жұмыс бізге 10 есе ауыр әрі қиын болып көрінеді. Егер сіздің ойыңызда бір жұмыс тұрса, оны қазір істеу керек, немесе ешқашан. Мақсаттарға жету үшін біз жұмыс істеуіміз керек. Энергиямызды жарату керекпіз, ал ол энергия бізге жетістік болып қайта оралады. Кітаптағы ең маңызды фразаны есіңізде сақтаңыз. Жетістікке жету, бақыт және өзін реализациялаудың негізгі екі жауы қиындықтары ең аз жолмен жүру және ыңғайлылыққа ұмтылу. Бізді мотивациясыз кез келген істі жасауға мәжбүрлейтін қасиет дисциплина деп аталады. Дисциплина бұлшық ет сияқты әрқашан тренировка жасауды қажет етеді. Жаттыққан сайын бұлшық ет өсіп қатаяды және соның арқасында біз өзімізге ұнамайтын іспен одан да көп айналыса аламыз. Бірақ ол іс бізге пайдалы. Жалқауланбаңыз, еңбекқор болыңыз және дисциплинаңызды дамытыңыз. Жетістікке жеткен адамдардан үлгі алыңыз. Сіз бір рет болсын, ой, мен кино көргім келіп тұрған жоқ, сабақ оқысам ғой шіркін деген сөзді естідіңіз бе? Немесе кафеде достармен демалып отырып, қазір жұмыста отырып отчет жазсам екен десе. Немесе сіз мен видеоның сценарийін жазып отырып рахаттанамын деп ойлайсыз ба? Басқа адамдар сол уақытта жағымды істермен айналысып жатады. Әрине жоқ. Сондықтан өздеріңізді әртүрлі сылтаулармен ақтамаңыз. Мысалы, менің шабытым тез жоғалады, менде мотивация жоқ. Егер сізде пайдалы іспен айналысуға шабыт болмаса, бұл тек сіздің кінәңіз. Демек, сіздің дисциплинаңыз дамымаған. Ал қалай оны дамытуға болады? Деген заңды сұрақ пайда болады. Брайан Трейси кітабында былай жазған. Дисциплинаны дамыту үшін кішкентай мақсаттар қойып, қиындықтарға қарамастан мақсатқа қол жеткізу. Бұл туралы Қуаныш Шонбай да өзінің 2-ші болма кітабында жазған. Ол туралы менің алдыңғы видеоларымнан білуіңізге болады. Майда қадамдардан бастаған дұрыс. Мысалы, будильникті әр 2 минут сайын 5 рет қойғанша, белгілі бір уақытқа жалғыз қоңырау қойған артық. Сонда сіз бірден тұрасыз, себебі 2 минуттан кейін тағы қоңырау болмайды, және сіз ұйықтап қаласыз. Сондықтан сіз бірден тұрасыз. Бұл қиын ба? Иә. Бірақ егер сіз осы уақытта тұрсаңыз, қандай қорқынышты жағдай болады дейсіз?
Сіз кішкене ғана рахаттан айырыласыз. Есесіне сіз өз әрекеттеріңізді басқара алатын боласыз. 2-3 аптадан кейін біз бұдан қиынырақ істерге көше бастаймыз. Мысалы, тәтті немесе зиянды аспен тағамдануды доғару, суық душқа түсу, тіпті темекі шегуді тастауға өзімізді мәжбүрлей аламыз. Қаншалықты біздің дисциплина көп болса, соншалықты біз шабыт пен мотивацияға тәуелсіз боламыз. Осылайша біз әрекеттерге ақылмен қарайтын боламыз. Сонда біз жұмысты бастап, уақытылы аяқтаймыз. Дисциплинаның екінші плюсы – сен еңбекқор адам болып, беделің өседі. Адамдар әрқашан олардың жақсы қасиеттерін байқап мақтаса, қуанады. Және олар не болса да өз беделдерін сақтап қалуға тырысады. Мысалға, өзіңізді алыңыз. Көптеген адамдар сізді құпия сақтай алатын адам ретінде біледі деп елестетіп көріңіз. Олар сізге сен жарайсың, сен өзге адамдардың сырын басқа адамдарға айтпайсың дейді. Бұндай жағдайда не болады? Сіз өзіңіздің беделіңізді осы адамдардың алдында сақтап қалу үшін ешкімнің сырын айтпауға тырысасыз. Егер сіздің әріптестеріңіз сізді еңбекқор әрі сенімді адам деп санаса, сіздің компанияда өсу мүмкіндігіңіз көбейіп қана қоймай, сіздің жұмысыңыз сізге қызығырақ көріне бастайды және сіздің жылдамдығыңыз артады. Дисциплинаны дамыту үшін ақша жинап бастаңыз. Білемін, қазір көп адамдар "мен табысым тым аз, бұдан не жинауға болады" дейді. Ақша жинау үшін сіздің табысыңыздың көлемі маңызды емес. Басында сіз 1% жинайсыз, сосын 10%-ға көбейтесіз. Мысалы, сіздің айлық табысыңыз $500 және сіз отбасыңызды әрең асырап отырсыз. Сосын сізді бастығыңыз шақырып, "қазір біз өте қиын жағдайдамыз және сенің жалақыңды 10%-ға азайту керек" дейді. Енді сіз $450 табасыз. Сіз $50 аз тапқаннан қатты қиналып қаласыз ба? Сіз $450-ға бір ай бойы өмір сүру жолын табасыз. Ендеше сіздің айлығыңызды 10%-ға азайтты деп елестетіңіз және бұл ақшаны жинаңыз. Қазір көп адамдар $50 айына жинау деген не? деп ойлап жатыр. Егер мен осынша ақша алып жинасам, ақыры не болады? Онда мен сіздерге басқа сұрақ қоямын. 0 көп пе, әлде 50 ме? Егер сіз 5 жыл бойы $50-дан жинасаңыз, сізде $3000 болады. Бұл ақша сізге мотивация береді. Ол ақшаны акция сатып алуға пайдалануға болады. Біреумен бірігіп бизнес ашуға болады. Сонымен қатар бұл сізге үлкен қауіп болып көрінбейді. Себебі сізде жұмысыңыз бар және ай сайын $450-ға өмір сүріп үйреніп қалдыңыз. Ал $3000 сіздің қосымша ақшаңыз. Қарызға емес, кредит емес. Сіздің ақшаңыз. Ол ақшаны жоғалтып алсаңыз да қорқынышты емес. Бұл ақша сіздің өміріңізді өзгерте алады. Ендеше дисциплинаны дамытып, адамдарға пайдалы адам болайық. Себебі біздің дисциплина арқылы істейтін істеріміз уақыт өткенде әдетке айналып, біздің өмірімізді жеңілдетеді. Біз өз таңдауларымыздың нәтижесі екенімізді ұмытпайық. Сіздің қазір осындай болу себебіңіз бұрынғы таңдауларыңыз. Ендеше қазір дұрыс таңдау жасайық, болашақта күштірек болу үшін. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.